Биік таулар бұлтқа дейін жеткен, шексіз ормандар сиқырлы құпияларды жасырған алыс бір патшалықта Алина есімді сұлу ханшайым өмір сүрді. Шашы күннің алтын нұрындай жарқырап, көздері тұнық көк гүлдердей жарқырап тұрды. Алина өзінің мейірімділігімен, даналығымен және жанашырлығымен танымал болды, және оны патшалықтағылардың бәрі жақсы көрді. Бірақ бәрінен де Алина өз патшалығының шекарасынан тыс жатқан сиқырлы орманды зерттеуді жақсы көрді. Аңыздарда бұл орманда сиқырлы жаратылыстар өмір сүреді және таңғажайып кереметтер жасырылады. Бала кезінен Алина сиқырлы орман туралы әңгімелермен қызықты болды. Оның күтушісі Марта есімді қарт әйел оған өздерінің құпияларын сыбырлайтын көне ағаштар мен ай сәулесінде билейтін перілер туралы ертегілерді жиі айтатын. Бірақ ең қызықты оқиға бір кездері осы орманда өмір сүрген ұлы Айдаһар туралы болды. Оның есімі Зефир болатын, олар жалғыз және қайғылы екенін айтты. Алина есейген сайын сиқырлы орманды өз көзімен көруге деген құштарлығы күшейе түсті. Оның ата-анасы, патша мен патшайым оны ықтимал қауіптер туралы жиі ескертетін. Бірақ Алина бекініп, оның мейірімділігі кез келген қиындықтарға болды. Бір күні таңертең ерте, күн ағаштың басын енді ғана нұрландыра бастағанда, Алина сиқырлы орманға жалғыз баруды ұйғарды. Ашық жібектен тігілген сүйікті көйлегін киіп, өзімен бірге азық-түлік салынған шағын себетті алып, құпиялар мен шытырман оқиғаларға толы сапарға аттанды. Тығыз тоғайларды аралап, бұлақтардан секіріп өткеннен кейін ол шағын алқапқа шықты. Онда ол өте қайғылы көрінетін үлкен, күшті Айдаһарды көрді. Айдаһар үлкен екен, таразылары күнге шағылысып, көздерінен мейірім мен мұң нұры төгіліп тұратын. Алинаны көрген ол алғашында қорқып, тығылмақ болды, бірақ ханшайым оны тоқтатып, ақырын айтты. Менен қорықпа, Айдаһар. Мен Алинамын, осы патшалықтың ханшайыммын. Неге сонша көңілсізсің? Айдаһар Алинаға қарап күрсінді. Оның даусы терең және жұмсақ. Менің атым Зефир, мен көп жылдан бері осы орманда тұрамын. Түріме қарап, Айдаһар болғаным үшін бәрі менен қорқады. Менің достарым жоқ, мен өзімді жалғыз сезінемін. Алина Айдаһарға жақындап, оның табанына қолын қойды. Қымбатты Зефир, мен сенен қорықпаймын деді. Сіз маған жаман көрінбейсіз. Неге біз дос болмаймыз? Зефир оның сөздеріне таң қалды. Бұған дейін оған ешкім достық ұсыныс жасамаған. Оның жүрегі жылық пен қуанышқа толы болды. Сіз шынымен менің досым болғыңыз келе ме? Ол сұрады. Әрине, деп жауап берді Алина күлімсіреп. Достық әлемдегі ең қымбат нәрсе. Бұл қуаныш әкеледі және қиындықтарды жеңуге көмектеседі. Содан бері Алина мен Зефир ажырамас дос болды. Олар сиқырлы орманды бірге аралап, басқа да сиқырлы тіршілік иелерімен танысып, өз оқиғалары мен тәжірибелерімен бөлісті. Алина Зефирге адамдарға сенуге және жақсылыққа сенуге үйретті, ал Зефир Алинаға батыл болуға және ең күтпеген жерден қуаныш табуға үйретті. Күнде таңертең Алина мен Зефир орманның ортасында өскен үлкен кәрі емен ағашының жанында кездесті. Бұл емен сиқырлы болды, оның жапырақтары әрқашан жасыл болып қала берді, ал тамыры жер асты өзендеріне дейін терең жерге созылды. Мұнда олар өздерінің шытырман оқиғаларын жоспарлады. Бір күні олар орманды аралап жүргенде, Алина орманның күңгірттеніп, мұңайып бара жатқанын байқады. Ағаштар көзге көрінбейтін күштің әсерінен майысып, ауа суыды. Не болып жатыр, Зефир? Деп сұрады Алина жан-жағына қарап. Бұл зұлым сиқыр, деп жауап берді Айдаһар. Біреу орманға сиқырлады. Біз бұл сиқырдың көзін тауып, оны жоюымыз керек. Алина мен Зефир іздеуге шықты. Қараңғы жолдардан өтіп, қауіп-қатерден аулақ болған олар ақыры үңгірді тапты. Оның ішінен қорқынышты нұр шашылады. Үңгірдің ішінде олар орманға сиқырлаған кәрі бақсыны көрді. Неге бұлай істеп жатырсың? Деп батыл сұрады Алина. Бақсы күлді. Бұл орман бір кездері менің үйім болды, дейді ол. Бірақ адамдар мені сиқырлы күштерімнен қорқып қуып жіберді.
Мен олардың жақсы көретін барлық нәрсені құрту арқылы олардан кек алғым келеді. Алина бақсыға жақындап қолын созды. Сіз жалғыз емессіз, бақсы. Мен сенің ауырсынуыңды түсінемін. Бірақ кек алу сізге бақыт әкелмейді. Сізге осы әлемде өз орныңызды табуға көмектесейік. Бақсы ханшайымның мейірімділігіне таң қалды. Ол біраз ойланып, ақыры сиқырын көтерді. Орман қайтадан нұрға, өмірге толды. Рахмет, Алина, деді бақсы. Сен маған мейірімділік пен достықтың әлемді өзгертетінін көрсеттің. Содан бері сиқырлы орман барлық сиқырлы жаратылыстарды достық пен жақсылық билеген мекенге айналды. Алина, Зефир және олардың жаңа сиқыршы досы кім болсаңыз да, сыртқы келбетіңізге қарамастан достықты табу және ұсыну қаншалықты маңызды екенін көрсететін символға айналды. Олардың тарихы ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, мейірімділік пен достықтың құдіретін еске түсіреді. Бірнеше жыл өтті, Алина өз патшалығының ханшайымы болды. Ол Зефирмен және сиқыршымен достығын жалғастырды, ал сиқырлы орман оның патшалығының бір бөлігі болды. Адамдар сиқырлы жаратылыстардан қорқуды қойып, олармен араласып, олардан даналық пен мейірімділікті үйрене бастады. Бір күні Алина мен Зефир сол ескемен ағашының астында отырғанда айдаһар одан. Алина, бірінші кездесу күніміз есіңе түскенде қандай сезімде боласың? Алина жымиып жауап берді. Мен ризамын. Зефир, менің досым болғаныңыз үшін және маған сыртқы көріністердің ештеңені білдірмейтінін үйреткеніңіз үшін алғыс айтамын. Ішіндегі нәрсе маңызды. Біздің достығымыз әлемді жақсы жаққа өзгертуге көмектескеніне қуаныштымын. Зефир басын изеп, мен де саған ризамын, Алина, сен маған мейірімділік пен достықтың кез келген зұлматты жеңетінін көрсеттің. Мен бірге біздің әлемді жақсы орынға айналдыра алатынымызға қуаныштымын. Содан бері Алина мен Зефирдің әңгімесі аңызға айналып, ол балаларға ұйықтар алдында айтылып жүр. Ол бізге мейірімді және жаңа достар бізден өзгеше болса да, оларға ашық болу маңыздылығын еске салды. Өйткені біздің әлемді жарқыратып, көп ұзамай патшайым Алина мен оның адал досы Зефирдің мейірімділігі мен даналығы олардың патшалығының шекарасынан тыс жерлерде танымал болды. Көрші елдерден патшалар мен патшайымдар келіп, олардың тәжірибесін үйреніп, сиқырлы орманның ғажайыптарын өз көздерімен көрді. Олар адамдар мен сиқырлы тіршілік иелерінің бір-біріне көмектесіп, табиғаттан үйреніп, тату-тәтті өмір сүретінін көрді. Бір күні Алинаға алыс ауылдан кішкентай қыз келді. Оның есімі Лили еді. Ол айдаһарлармен кездесіп, олардың құпияларын білуге бел буды. Алина Лилиді қуана қабылдап, Зефирмен таныстырды. Лили айдаһардың мейірімділігі мен даналығына таң қалды, және олар көп ұзамай ажырамас дос болды. Лили Зефир мен Алинадан үйренді, күн сайын ол дана әрі батыл болды. Көптеген жылдар өтіп, Лили өз патшалығының ханшайымы болды. Ол әрқашан Алина мен Зефирдің берген сабақтарын есіне алды, оның билігі мейірімділік пен даналыққа толы болды. Ол сиқырлы орман туралы, ханшайым мен айдаһардың достығы туралы әңгімесін балалар мен немерелеріне айтып беруді жалғастырды. Алина, Зефир және сиқырлы орман туралы хикая адамдардың жүрегінде өмір сүріп, шынайы күш мейірімділік пен достықта екенін еске салады. Сиқырлы орман гүлдеп гүлдене берді, оның ғажайыптары, ежелгі ағаштар мен сиқырлы жаратылыстардың арасында туған достық сияқты мәңгілік қалды.